Саламатсыңдар ма, құрметті заманауи дизайн үйірмесінің мүшелері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фоторамка жасау. Сабақтың мақсаты фоторамканы өз қалауымен жасауды үйрену, түс үйлесімділігін сақтай отырып, көркемдеуді үйрету, шығармашылық жолға жетелеу. Фоторамка тарихы суреттер рамкасынан бастау алады. Алғашқы суретке түсірушілер суреттерді сақтауды сурет салушылардан үйренген. Бұл кездейсоқ емес, өйткені фотосурет бұл да өнер. Соның ішінде сурет өнеріне ең жақыны. Алғашқы фоторамкалар 15 ғасырда пайда болды. 19 ғасырда кейбір суретшілер рамкаларды бөлек туынды ретінде қарап, оларды безендіруге ерекше көңіл бөлген. 20 ғасырда аяғында цифрлы технология белең алып, фоторамканы жасау мерзімі қысқартылды. Бүгінгі біздің сабағымызға ақ қағаз, түрлі түсті қағаздар, ыстық желім, құрғақ желім және қайшыға Біз неге мән беруіміз керек? Бұйымның әдемі болуы және жабдықталу орнына, бұйымның ерекше және ұқыпты болып жасалынуына, материалдың қымбат емес, қолжетімді болуына, бұйымның сыныпта немесе үй жағдайында жасалынуына.